Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 17-ші сабақ күнделікті әрекеттерге қатысты сөздерді және сөйлемдерді үйренеміз. Сабақтың мақсаты күнделікті әрекеттерге қатысты етістіктерді үйренеміз. Уақыт пен іс-әрекетті байланыстыратын сөздерді үйренеміз. Қарапайым сөйлем құраймыз. Алдымен 日常动词 негізгі етістіктерді үйренейік. 日常动词 негізгі етістіктер. 起床 ояну. 起床 起деген етістік. 起床 зат есім чуаңмен қосылып ояну болады. 起床 洗脸 洗деген жуу етістік. 洗脸 бет жуу, жуыну деген мағына. тамақ жеу 吃деген етістік. жеу деген мағынаны білдіреді. тамақ жеу 吃饭. Бұнда Қытайда жеу алдында айтылады, тамақ артында айтылады. 吃饭 фан 吃демейміз. 吃饭. Мектепке барамыз. 上学 上学 маған десіп оқыңыздар. 起床 起床 洗脸 洗脸 吃饭 吃饭 上学 上学. енді жұмыс істеуді 工作деп айтады. 工作 тапсырма орындауды, үй тапсырмасын орындауды. 做作业 ұйықтауды 睡觉 дейді. ал маған естіп оқыңыздар. 工作 工作 做作业 做作业 睡觉 睡觉. қайталаймыз. 工作 工作 做作业 做作业 睡觉. енді уақытқа қатысты сөздер. таңертеңді 早上 дейді. түсте 中午 кешке 晚上 сағат 7-де 7 点 сағат 8:30-да 8点半. маған лепсіп оқыңыздар. 早上 早上 中午 中午 晚上 晚上 7点 7点 8点半 8点半. ал таңертең сағат 7-де оянамын деген сөзді айтпақшы болсақ, онда біз алдымен уақытты, одан кейін іс-әрекетті айтамыз. 早上7点起床 дейміз. 早上7点起床. түсте сағат 12-де тамақ жеймін. 中午12点吃饭. маған лесіп оқыңыздар. 早上7点起床 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 中午12点吃饭 中午12点吃饭. ал кешкі сағат 10-да ұйықтаймын демекші болсақ, 晚上10点睡觉 晚上10点睡觉. қайталаймыз. 晚上10点睡觉. енді диалогтарды көрейік. сен нешеде оянасың? 你几点起床? 你几点起床? мен таңғы 6-да оянамын демекші болсақ, 我早上6点起床дейміз. 我早上6点起床. қайталаймыз. 你几点起床? 你几点起床? 我早上6点起床. енді сен нешеде ұйықтайсың? оны біз 你几点睡觉 деп айтамыз қытайша. 你几点睡觉? мен кешкі 10-да ұйықтаймын. 我晚上10点睡觉. 我晚上10点睡觉. ал практикалық тапсырмалар. таңертең нешеде оянасың? қашан тамақ жейсің? қай уақытта ұйықтайсың деген сөздердің қытайшасын жаттығып үйреніңіздер. шағын диалог құраңыздар. онда біз бүгін
күнделікті әрекеттерге қатысты қытайша атауларды үйрендік. Уақытпен әрекеттерді бірлестіріп сөйлем құрадық. Қарапайым диалог құруды үйрендік. Аман сау болыңыздар.